Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге аудио хабарламаларды қалай жіберу керек, оның қандай ережелері бар, сол туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздер қателеспедіңіздер, аудио хабарлама жіберудің де өзінің ерекшеліктері бар екен. Егер де сіздер осы уақытқа дейін аудио хабарлама жіберуді ұнатпасаңыз, немесе тыңдауды ұнатпайтын болсаңыз, онда осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыз. Бұрын аудио хабарламаларды жіберу маған да ұнамайтын. Бірақтан да мен қазір айтатын ережелерді ұстанғаннан кейін маған аудио хабарламаларды тыңдағанда, оны жіберген де қатты ұнайтын болды. Өйткені аудио хабарламада біз сөйлесуші адамның көңіл күйін, оның қандай состояниеде екенін, оның қайда екенін немесе барлығын біз анықтай аламыз. Соған қарай онымен біз байланысқа түсе аламыз. Мысалға айтатын болсақ, сіз бір адаммен жай ғана хабарлама алмасатын болсаңыз, оның қандай көңіл күйде екенін біле алмайсыз. Ал оның дауысы арқылы сіз барлығын да пайымдай аласыз. Келесі кезекте айта кетейін. Неліктен адамдар аудио хабарламаларды ұнатпайды? Өйткені көбісі 1 немесе 2 минуттық аудио хабарлама жіберіп, оның ішінде тағы басқа бип деген, мысалы машиналардың шумы, тағы басқа көптеген мүлдем сіздің айтатын әңгімеңізге қатысы жоқ айқай шулар шығып жатса, сіздің хабарламаңыздан, онда сізді тыңдағысы келмейді адамдар. Ал егер де сіз нақты өзіңіз айтатын әңгімеңізді айтатын болсаңыз, онда сізді бәрі тыңдайды. Қысқаша айтатын болсақ, сіздің аудио хабарламаңыздың смысл, яғни мән мағынасы болу керек. Сіз не үшін аудио хабарлама жіберіп жатсыз? Мысалға, сіз дизайнер болсаңыз, онда бір үйдің дизайнын жасап жатып, сіз өзіңіздің, яғни клиентіңізден, тапсырыс берушіңізден сұрайсыз, сізге осы дизайндардың қайсысы ұнады деп өзіңіздің аудиоңызды жіберсеңіз болады. Ал одан кейін, мысалға, минустарын айтып кетсеңіз болады. Мына жерде мынандай минусы бар, бірақ ол осындай жарық беріп тұрады сіздің ас бөлмеңізге, немесе мынандай түсі өте әдемі сіздің ас бөлмеңізді ашады, тағы басқа нәрсе деп өзіңіздің ұсыныстарыңызды білдіре аласыз. Және де оны дауысты хабарлама арқылы жіберсеңіз де болады. Ал енді келесі кезекте біз аудио хабарлама жіберудің қандай ережелері бар, соларға тоқталамыз. Ол біріншіден, сіз аудио хабарлама жіберетін адамыңыздан сұрайсыз. Мен сізге аудио хабарлама жіберсем бола ма, немесе дауыстық хабарламамен сізге айтсам бола ма деп, мысалы бір курс, тағы басқа нәрселерді сатып алатын болсаңыз да, ол кісілерде сізден рұқсат сұрау керек, дауыстық хабарламамен мен айтсам бола ма деген секілді. Егер де сіз дауыстық хабарламаны өзіңіздің жақын адамыңызға жіберетін болсаңыз, онда бірінші ережені сақтамасаңыз да болады. Өйткені сіз одан аудио хабарлама жіберу керек пе, керек емес пе деп сұрамайсыз. Анаңызға, жұбайыңызға болсын, жай ғана өзіңіздің ситуацияңызды айтып, дауыстық хабарламаны жібересіздер. Екінші ереже бізде тыныш аймақ. Сіздер тыныш жерге барып, сол жерде дауыстық хабарлама жазуыңыз керек. Егер де сіздер олай жасамайтын болсаңыздар, шумны жерде, айқай-шу болып жатқан жерде, ештеңе етпейді, менің даусым естілсе болды ғой деп, солай дауысты хабарлама жазсаңыздар, онда сізді ешкім естігісі келмейді. Және де айта кететін нәрсе, телефонның диктофоны ол сіздің айқайыңызға, даусыңызға қарағанда басқа шумдарды да өзіне жақсы тартады да, сол себепті сіздің даусыңыз дұрыс естілмей қалуы мүмкін. Сол үшін де сізге екінші ережені міндетті түрде сақтау керек. Егер де сіз өзіңіздің жақын адамыңызға да дауысты хабарлама жазсаңыз, оған сіз бір ситуацияны түсіндіру үшін айқай-шусыз тыныш жерге барғаныңыз өте жөн болады. Хабарламаны біз көпшілік алдында сөйлеу деп алсақ болады. Сіз оған дайындаласыз ғой, сол секілді дауыстық хабарламаға да дайындалу керек болады. Арнайы сіз дауысқа арналған жаттығуларды жасасаңыз, және де жатып, еңкейіп,
солай түрлі нәрселерді жасап жатып дауыстық хабарлама жіберудің қажеті жоқ. Жүгіріп жатып немесе сіз көпшілік алдында сөйлеген сияқты отырып немесе тұрып өзіңіздің сөзіңізді бастасаңыз болады. Егер де сіз дауысқа арналған жаттығулар жасайтын болсаңыз, онда сіздің дауысыңыз өте әдемі шығады да, сізді бәрі тыңдағысы келеді. Одан кейінгі кезекте достар, сіздер 5 минуттық хабарлама жіберіп, оны неге тыңдамай жатыр деп ренжімеңіздер. Өйткені 5 минуттық хабарламаны тыңдауға жұмысбасты адамдардың, көпшілік адамның негізі ондай хабарламаны тыңдауға желаниясы дей ма, сондай болмайды. Ең бастысы, барлығын қысқа айтуға тырысыңыз, алдын ала жоспарлап алыңыз. Міне осы нәрседен бастаймын. Осы нәрселерді ғана сұрақ қойып айтамын деген секілді. Бір туысыңыздың немесе бір іскерліктегі өзіңіздің дос адамыңыздың сіз осы шараға келесіз бе, сізге қашан мен билет алып берейін, осындай нақты сұрақтарды қойып қысқа нұсқа айтатын болсаңыз, онда сізді ол кісіде тыңдағысы келеді. Сізде өзіңіздің аудиоларыңызды ол кісіге жібергіңіз келіп тұрады. Ал егер де ол 5 минуттық хабарламасы жіберетін болсаңыз, онда оның мүлдем тыңдағысы да келмейді, және ол хабарлама тыңдалмай да қалуы мүмкін. Достар, дауысқа арналған жаттығуларға байланысты мен сіздерге гайд дайындап қойдым. Оны сіздер менің Telegram каналыма тіркелу арқылы ала аласыздар. Ол жерде әдемі және де өзіңе сенімді дауысты жасау үшін қандай жаттығулар жасау керектігі туралы айтылған, және де ол гайдты алу үшін сіздер менің Telegram каналыма өтсеңіздер болады. Описанияға сілтемесін қалдырамын, сол жерден менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.